Қайырлы күн, бүгін ерекше тағам әзірлейміз. Бізге керек фарш, картоп, сәбіз, қызанақ, пияз, чеснок. Фаршымызды саламыз. Сәбізімізді үккіштен майдалап өткізіп аламыз. Фаршымызбен бірдей пісетіндей етіп майдалап турап аламыз, үккіштен өткізіп. Сәбізімізді өткізіп болдық. Енді табағымызда саламыз. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды фарштың көлеміне қарап қоса бересіздер. Мен бұл жерде 2 пияз қосамын. Біздің фаршымызға жетеді. Осылай майдалап турап аласыздар. Пиязымыз турап болдық. Енді табағымызға саламыз. Қызанағымызды осылай майдалап турап аламыз. Қызанақ қоссаңызда да болады, қоспасаңыз да болады, өз қалауларыңызша қоса бересіздер. Мен бұл жерде 1 қызанақ қосып жатырмын. Қызанағымыз осылай майдалап турап табағымызға саламыз. Қызанағымыз турап болдық, енді табағымызға саламыз. Чесногымызды үккіштен өткіземіз. Чесногымызды өткізіп болдық. Енді тұзымызды қосып, бәрін араластырамыз. Бәрі біркелкі болып араласқанша бәрін араластырып отырамыз. Фаршымыз осылай араласу керек. Біздің фаршымыз дайын. Енді картопымызды дайындаймыз. Мен картошкамды жуып тазалап алдым. Енді қасықпен осылай картошканың ортасын ойып аламыз. Сіздер де осылай видеодағыдай етіп дайындап алсаңыздар болады. Осылай картошканы оясыздар. Картошканың бәрін ойып дайындап алдық. Біздің картошкамыз дайын болды. Енді фаршымызды картошканың ортасына саламыз. Осылай қасықпен картошканың ортасына салып шығамыз бәрін. Бізде 12 картошканы дайындап алдық. Осының бәрін енді осы 12 картошканың бәріне салып дайындап аламыз. Сіздер де осылай ойып дайындап, бәрін біртіндеп салып шығасыздар. Картошкаға фарш салып дайындап алдық. Енді тапаға пергамент қағазын төсеп, осылай салып қоямыз. Аралары алшақ болып тұрсын. Біздің картошкамыз дайын болды. Тапаға салып болдық. Енді қалған фаршты әрқайсының орталарына салып шығамыз. Сосын аздап су құйып қоямыз.
30 минут духовкаға салып пісіріп аламыз. Картошкамызды енді духовкаға саламыз. Картошкамыз 30 минутта пісті. Дайын болған картошкамызды шашылмалы күрішіміздің қасына қоямыз. Күрішіміздің рецептісі каналымда бар. Ашып қарасаңыздар болады. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Біздің тамағымыздан бәрімізге ас болсын.